жүрші қасымда. Сәлем құрметті достар, сұлу кеңес арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге менің сөмкемде не бар деген видео түсіретін боламыз. Алдымен өзімнің сөмкемді көрсетейін. Бұл күнделікті менің өзімен бірге алып жүретін сөмкем, өте ыңғайлы. Шағын ғана секілді, бірақ ішіне көп нәрсе сыяды. Дегенмен мен жалпы сөмкеге аса көп нәрсені салып жүргенді ұнатпаймын. Бұл осындай сөмке, осындай ұзын мойынға тағатын ремені бар, және де бірнеше қалтасы бар. Яғни бұны былай ашатын болсақ, мына жерде бір қалтасы бар. Артқы жағында осындай бір қалта бар, кішкентай, және ішінде де бірнеше қалталары бар. Маған қалтасы көп сөмкелер өте қатты ұнайды. Қазір осының ішін бірге тамашалайтын достар. Егер де бұл видео сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде мені қолдап, видеоға лайк басуды сұраймын, және де пікірге келесіде қандай видео түсіру керек екендігі жайлы өз идеяңызды айтып кетуіңізді сұраймын. Ендеше осы видеоны бастайық. Мінекей менде осындай шағын сөмке. Айтып өткендей, алдыңғы қалтасында менде әрдайым өзімен бірге қағаз құрғақ салфеткалары жүреді. Артыңғы қалтасында қазір ештеңе жоқ секілді. Шатаспасам, ештеңе салған жоқпын, бірақ әдетте майда шүйде нәрселерді осында ыңғайлы болу үшін алуға салып қоямын. Ал енді ең қызығы, бұл сөмкені былай ашқан сәтте ішінде бірнеше қалталар ашылады. Яғни мына шетінде көрініп тұр ма, осындай кішкентай қалта, содан соң тағы бір қалта, 1, 2, 3, төртінші ортасында былай ашылатын қалта, төртінші, 5, 6, 7 қалтасы бар. Әрине де бұл жерде қазір менде телефон салынбаған, телефоныма видео түсіріп отырмын. Ішінде әдетте телефон және телефонға арналған USB шнур жүреді, пауэрбэнкпен бірге. Олар қазір менің сөмкемде жоқ. Қазіргі кезде менің сөмкемде бұл менің көзілдірігім, қабымен бірге осындай көзілдірік. Маған өте ұнайды. Қараңыздар, қандай нәзік. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласында әрине де күн шуақты күндер аз болады, тіпті жаз болса да, бірақ көзілдіріксіз жүру өте қиын. Сол себепті көзілдірікті әрдайым қасыма алып жүремін. Екінші қалтасында да ештеңе жоқ. Ортасында менде әдеттегідей бұл антисептик. Антисептикті жалпы мен әрдайым қолданатын едім. Тіпті бұрын ковид болмаған кездерде де антисептик әрдайым қасымда жүретін еді. Бұған мен әбден үйреніп қалған, және де әрине бұл маска. Масканы енді осы ковид басталғаннан бері сөмкемде жүретін тұрақты нәрсе болып кетті. Және де бұл менің әмияным. Әрине ішінде ақша, тиын, анау нәрселер. Сонымен қатар өзімен бірге помада, ернімді ылғалдандыратын пудра. Осындай пудраны қолданамын, айтпақшы. Егер біреуге қызық болса, пікірге қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода мен қолданатын косметикаларды да түсіре аламын. Және де осындай шағын ғана, мінекей, кішкентай ғана қолға арналған крем қолданамын. Жалпы менің қол терім өте құрғақ, сол себепті осындай кремдерді әрдайым қасыма алып жүремін. Достар, осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басуды сұраймын. Айтып өткендей, мен жалпы сөмкеме көп нәрсені салғанды ұнатпаймын. Осы видеоға лайк басуды сұраймын. Келесі видеоларда кездескенше.